Жатақхана 1 серия. Қызым мені ала ғой. Мама. Şimdi мейрамханаға кірейік. Қызым Жарима жатақхана жақсы болса айт. Жарайды, мам. Болды қызым, мен сені охранникпен әкеп тастадым. Енді ешкімнен қорықпа, Жарима. Біреу тиісіп жатса маған айт. Оның көзіне жанын көрсетем. Жарима, егер тиісіп жатса маған айт. Өзім жанын шығарам оның. Охранникпен бірге келіп. Қаным қайтымыз керек. Ана жерде уже машина жиппен кетті, болыңыз кетуіміз керек. Я. Қызым жақсы. Кірген жерлеріңе келіп кет. Пока, жан. Мен кеттім. Пока. Жүр тез. Мама кетіп қалды ма? Не істеймін жалғыз? Не істеп тұрам ба? Қызым, жарайсың алтыным. Осы оқуыңды жақсы бітір. Саған бәрін тілеймін, жарай ма? Жарайды. Киімдеріңді бәрін әкелдім ғой. Я, бәрін әкелдім. Енді пока мен қайтуым керек енді. Әкең енді алғаш екенін білесің, мен тез кетуім керек. Бірақ кетіп екенін ешкімге айтпа, жарай ма? Мазақтаса маған айт, өзім жанын шығарам. Жоқ, мам, ойымдамаңыз, мені ешкім ренжітпейді. Жарайды. Пока. Жақсы. Сәлем, сен осы жатақханаға келдің ба? Я, мен осы жатақханаға келдім. Сен түрінен білініп тұр ғой. Сен байдың қыз сияқтысың, я? Онда сен не жұмысың бар? Кетші бар. Ой, сәлем. Анда жаққа бара тұрсың ба, қызым? Я, жарайды. Қызым, жарайды. Сен сабағыңды 5-ке оқы, жарай ма? Мен саған бәрін жақсылықтың бәрін тілеймін. Жарайды, мамын, тілейсіз. Ана жаң құрбыңды қарашы, өте әдемі қыз. Сен екеуіңнің кездесіп екендеріңді ешкімге айтпаңдар, жарай ма? Қанша жыл көрші болдыңдар. Жан құрбысыңдар. Жарайды ба? Ала ғой шабаданыңды. Жүр, мен сені үйіңе кіргізіп жіберейін. Қызым, жүр. Кіреміз ішке. Жарайды, кеттік. Мен мына екеуі немене біле, жан құрбы сияқты ғой. Сәлеметсіз бе? Ой, саламатсыңдар ма? Сендер дәл уақытында келдіңдер. Айта беріңіз, апай. Үшінші қыз қайда? Мен мұндамын. Так, енді сендер осы жерде тұратын боласыңдар. Сендердің айлық осы беретін квартираға үй айлықтарың 40 000 теңге болады. Сол 40 000 теңгені сендер төлейтін боласыңдар. Аха, түсінікті. Мына жерде жатасыңдар, неде 2 адам, мына жерде 1 адам жатса болады. Және мына жерде өздерінің заттарыңды қоясыңдар. Сендерге негізі мына жерде 3, мына жерге 1 қыз, мына жерге 1 қыз, мына жерге 1 қыз қояды. Я, енді мына жаққа жүріңдер. Ана сіз жерде тұра беріңіз. Так, мына жаққа жүріңдер. Бұл жақта сендер кухня болады, 3 адамға арналған, әлі продукты жоқ. Көргендеріңдей, егер продукты жоқ болатын болса, анау кафеден ба тамақ істеңдер болады. Жатақхана кафенің жанында орналасқан. Түсінікті. Жарайды, онда 40 000 теңгелеріңді маған беріңдер. Тоқтаңыз. Міне. Рахмет. Жақсы, біз кеттік онда. Сен келесіде төлейсің, ал сен келесіде төлейсің. Рахмет, сау болыңыз. Жақсы. Мен кетейін енді. Ал қызым, құтты болсын. Жатақханаң. Енді сен осы жерге орналаса бер. Мынаның шешесі артынан қалмайды ғой. Сен не жұмысың бар? Жап-жазың вообще. Жайдында. Мам, покаға жүріңізді шығарып салайын. Жақсы, қызым, пока. Жақсы, мама кетіп қалыпты ғой. Құрбылар, сәлем бағыттарыңа. Сенің атың кім? Менің атым Аяру. Ал менің есімім Мирей. Сенің атың кім? Менің атым Ақерке. Короче, мазақтамаңдар мені. Класс бар. Сен кім мазақтайын деп жатыр? Сенің ше жұмысың болмаш? Ей,
Сен менің құрбыма тиісетін ойың жоқ шығар. Оф, мақұл. Кім төсекте қай төсекке жатады? Біз екеуміз мына екі төсекке жатамыз. Жарайды, онда мен жалғыз жатамын. Еще мен мына екі кезеңде тұрмаймын. Айтпақшы, сендерді бүгін бір жерге шақырайын дедім. Қандай жер ол? Бүгін менің туған күнім. Маған туған күніме ата-анам жатақханада тұрасың деді. Мынау саған, ал мынау саған. Мынаны өзімнің дерзкий құрбыма берем. Короче, мынау менің ақшаларым, бұған ешкім тиіспесін. Әйтпесе сол ақшаларды мен бүгін шопинг жасауға барам. Сол үшін бұған тиіспеңдер. Так. Кім не істейді? Короче, не істей салыңдаршы біреулерің. Тамақ істеңдерші, мен вообще тамақ істеп білмеймін. Байыңыздар, осы ғой. Не дедің? Жоқ, осы. Ешнәрсе деген жоқ. Так, мен киімдерімді орналастырайын. Мен мына жерге тұрат беретін шығармын. Сколько кузнеца киімдермен. Так, мен заттарымды орналастырып қояйын. Так, мен мына жерге қоям. Немене өлі тұрың? Атты тағы быт-жыт болып кетіпті ғой тұрың. Боянбайсыңдар ма, немене бәле? Сен боянсаң, бәрі бояну керек па? Қыздар, айтпақшы, туған күнге кім не киеді? Жарайды. Ұрыспақшы болды, қойыңдаршы. Мен ұзын көйлек киетін шығармын. Боянып жүріңдер. Ой, мақұл. Қыздар, короче, мен не киетінімді білмеймін. Жемпір кие салатын шығармын. Қаяқтағы жемпір қуасыңдар ма? Енді не киеміз? Мен сияқты киінсеңдерші, әдемі шаштарыңа бантик тағып. Мынау бола ма? Бұндай емес. Мынау менің түрім. Немене бәле, әдемі түріңді немене быт-шыт қыласың? Сенің де очкиің бар ма? Я, бар, қазір алып келейін. Көзім жоталып кетіп қойнан тағып алсайыншы. Қыздар, міне менің очкиім осы. Екеуің де колхозница екенсіңдер. Немене очкиіңді шешіп қойғансың? Ой, көзім ауырама деп шешіп қойғанмын. Түсінікті. Онда мен сендерді қазір бояндырам. Шешіңдер очкилеріңді. Мен бірақ түк көріп тұрған жоқпын ғой. Қорқпа, бәрін өзім көрсетіп отырам. Бүгін менің туған күнім, кішкене сабыр сақтасаңдаршы, екеуіңді бояндырамын, күтіңдер мен. Қазір. Так, енді де қазір сендердің шаштарыңды тарап берейін. Болдым. Текендім. Бұқи себетін болам. Құдай үшін әдем болып жүріңдерші. Сендерге күнде бояндыруды үйретем. Бұлай боянуды білмейсіңдер, қалай боласыздар сендер? Қолыңды. Так. Мен сағынан жақпадым. Қазір тоналка жағамыз бетіңе. Тоналканы таста кеттім достарым. Мен жаға берек бетіңе. Так, кистечка новая. Болдым. Так, қазір қалды. Болды, енді сендерге көйлек таңдау керек. Жүріңдер. Так. Короче, бетіңдер шына косметиканы тығып қойыңдар. Боянуға болмайтын білесіңдер ма? Қуасың ба? Так, тұрыңдар. Менің өзімнің әдемі көйлегімді сендерге көрсетемін. Мына очкилеріңді білмеймін енді. Не істейтіндеріңді. Так, осы жерге тұрыңдар. Еще мынау неменеге көтеріп келген. Так, екеуіне мен қазір мынандай киім кидім.
Кыздар болдуңдар ма? Ойбой, не кийип алгансыңдар? Ой, бола берсин чыгар бул. Дискотекага. Айтпакчы, менин курбум келе жатыр, күтүңдер. Бирөө келиптир го, барып ашып келейинчи мен.